Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз деген демалыс болмай кетті. Тойда шарлап кеттік. Осындай керемет Сығанақ ресторанына келдік. Сығанақ көшесінде, Астанада. Осындай стульялары күшті екен. Кәдімгі принцессалар отыратын столдар екен. Осындай керемет әдемі тойда болдық. Іші безендірілген, жаңадан ашылған ресторан. Іші күшті екен. Модель болмасам да модельге ұқсайын деп әдемі киіп алған көйлегіммен айнаға қарап видео түсіріп алайын деп өзіме тамсанып тұрған кезім. Қалай мен красавицамын ба деп, көйлегім күшті ма, фигурам күшті ма деп айнаға қарап тұрмын. Қызым да маған билеп беріп жатыр: мамочка, мені да түсір деп. Мен айтам: сенсіз фото бола ма? Жарайды қызым, билек әне онда деп. Қызымды билетіп қойып видеоға түсірген түрім. Бұнда жігітімнің кластасының ұлының пішпе тойына келдік. Іші күштенді, осындай көп столдар жасап қойыпты. Біз алғашқы болып келіппіз, адамдар әлі көп жиналмаған. Іші деген осындай кең, жарық, жаңа, осындай әдемі екен, күшті. Осындай тойға кеп қалдық. Біз деген папасы ойын ойнап қызыма осындай кішкентай ат алып берді. Соған қуанып, мәзі өзі атына мініп жүр. Осындай керемет стол жасап қойыпты. Біз орнымызды тауып өзіміз отырып жатырмыз. Осындай таққа отырғызып, екі ұлды, біреу 5-те, біреу 3-те таққа отырғызып, осындай бата беріп, керемет көрімдіктерін, пішпелеріне көрімдіктерін осылай береді екен. Достарымызға тілейтінім тек қана қуаныш, тек қана дастархандар осындай молшылыққа жайылсын. Шай дастарханы, екі ұлдың кішкентай пішпелері құтты болсын, үлкен ер азамат болсын. Тойға ұласын деймін. Менің каналыма тіркеліп, көрермендерім, мені қолдап жүріңіздер. Рахмет. Осындай керемет қазақ нақышта, осындай қазақ әншілер келіп, ән айтты. Осындай шай дастарханы әдемі болды. Достар, менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Көп рахмет. Осындай қазақ стильде, осындай рухани жаңғыру, жүрекке бір патриоттық сезім береді. Елім, жерім, жүрегім деп жүрегіміз соға берсін. Менің каналыма тіркеліп, келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.